Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте нәзік, дәмді торттың рецептісін ұсынатын боламын. Кремінің құрамында ешқандай да творожный сыр және маскарпоне қосылмайды. Сондай ерекше крем болып шығады. Бізге осылай ақ шоколад керек болады. Ақ шоколадтың құрамында ешқандай да жаңғағы болмауы қажет. Барлығын салып алғанымыздан кейін ыстықтай сливкиді құямыз, сливкиді қайнатпаймыз, ысытып аламыз. Сосын блендердің көмегімен әдемілеп езіп алып шығамыз. Езіп алғанымыздан кейін бетін жауып, холодильникте 6 сағатқа қойып қоямыз. Міндетті түрде 6 сағатта тұру қажет болады. Енді бізге 6 жұмыртқамызды салып, жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында тұруы қажет. Жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Ағарып көпіре бастаған кезде қантымызды аз-аздан саламыз. Барлығын бірдей салып жібермеңіздер қантты. Жайлап осылай ақырын салып, ағарып көпіргенше араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз 4-5 есе ұлғайғанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді біз ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнды салған кезде барлығын бірдей салып жіберуге болмайды. Аз-аздан салып отырып, силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Массаны басып алмай, астынан үстіне қарай араластырамыз. Ұнды аз-аздан саласыздар. Жақсылап араластырамыз. Комок қалып қалмауы қажет. Осылай астынан үстіне қарай әдемілеп араластырып шығамыз. Мінеки қамырымыз дайын. 22 диаметрлі формада қамырымызды салып, қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіп шығады. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына құлпынайымызды саламыз және қантымызды салып, жақсылап араластырып, қайнай бастаған кезде крахмалымызға, жүгері крахмалымызға аздап суымызды құйып, араластырып, қайнап тұрған начинкамыздың үстіне құйып, үздіксіз араластырамыз. Крахмал салынғаннан кейін үздіксіз араластырамыз, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Осылай міне қоюланған кезде отты өшіріп, бөлек ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Езбей салсаңыздар да болады, бірақ езіп салсаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді бұны біз толықтай суытамыз, бетін жауып қоямыз. Толықтай суығаннан кейін барып қолданамыз. Міне біздің бисквитіміз дайын, толықтай суыды. Толықтай суығаннан кейін барып қана бұны біз формадан шығарып, 3 бөлікке бөліп аламыз. 3 бөлікке теңдей бөліп шықтым. Енді кремді дайындайтын боламыз. 6 сағат тұрған сливки шоколадты шығарып, оның үстіне тағы да сливки құйып, жақсылап араластырып, осылай қою крем болғанға дейін араластырамыз. Крем дайын болғаннан кейін осылай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Тортты жинаймыз. Тортты осылай бірінші бетіне крем қып жағып аламыз. Толықтай жағып болғанымыздан кейін шетінен бортик шығарамыз кремінен. Құлпынайлы начинкамызды осылай бортигін шығарып алғанымыздан кейін ішіне салып, біркелкі етіп жағып, үстіне тағы да
коржымызды қойып, кремімізді жағып, тағы да бортегін шығарып, начинкамызды салып, тортты жинайтын боламыз. Тортты жинап алғаннан кейін міндетті түрде 6 сағатқа 7 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Сонда торт әдемі болып шығады. Мен артық крем қолданған жоқпын, артық крем жасаған жоқпын. Өзінен қалған кремді осылай шет-шетіне жағып, қарапайым әрлеу жасадым. Вафельный крошкамен бетін әрлеп шықтым. Вафельный крошканың рецептісі менің каналымда бар, өтіп қарап жасай аласыздар. Өте дәмді, нәзік торттың бірі болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сіздерге ұнайды деген үміттемін.